Жастар арасында жыл сайын өткізілетін Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіліндегі ақындар сайысын алғаш рет Сәби қайырымдылық қоры 2011 жылы жариялаған болатын. 10 жыл ішінде қорға еліміздің түкпір-түкпірінен мыңдаған өтініштер келіп түсті. Жеңімпаздарды білікті таңдауын танымал ақындар, жазушылар одағының мүшелері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлер жасайды. Байқау барысында Қазақстанның 16 қаласы мен ауылынан 20 жас ақындар жеңімпаз атанды. Олардың 9-ы қордың атынан еліміздің ең жақсы университеттерінде оқуға 15 миллион теңгеге жуық білім грантына ие болды. Университетке осы Сәби қайырымдылық қорынан Тағы 11 қатысушыға бағалы сыйлықтар, ноутбуктар табысталды. Сәби қоры сайысқа қатысқан ақындардың ең жақсы туындыларынан тұратын, жалпы таралымы 1000 дана болатын 2 жинақ басып шығарды. Ұстаздар журналының артында осы хабарландыруды көрдім. Кітаптарды авторлардың тұратын жергілікті кітапханалары мен мектептеріне сыйға тапсырылды. Қазіргі таңда оқу грантына ие болған байқау жеңімпаздары республикадағы ірі телерадио компанияларда, газеттерде және интернет басылымдармен ынтымақтастықта жұмыс істеуде. Сәби қайырымдылық қоры 11-ші рет жастар арасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіліндегі ақындар мүшәйрасын басталған туралы хабарлайды. Қатысу шарттарымен қордың сайты мен әлеуметтік желілерінен танысуға болады.